факультетимди сипаттоодо өлең жолдарымен жеткизгим келеді. Керемет бір оқу орны Алматының төсінде біраз жастар сусындайды білім алып көсіле. Аты жұмбақ болған менен білім нәрін құятын шығыстану факультеті студенттер есінде. Кіп-кішкентай болған менен оқу орын көлемі үлкен болып көрінеді маған әрбір бөлегі. Сол ортадан талай жастар білім алып сусындап, сол біліммен мақсатпенен болашаққа түледі. Оқытады оқу орным 3 мамандық иесін, анық айтсам аударма мен филология жүйесін. Тағы бір ол оқытатын біздегі бір мамандық, шығыстанушылар ғой ол айтылатын ілесіп. Шығыстану жылу берет басқалардан бөлекше, тартымдылық өзгешелік жатыр екен іздесе, тілден басқа үйретеді мәдениет пен тарихын, көз алдыңа елестетер әр тарихты өзгеше. Оқу орын екінші үй деп жатушы өзгелер. Бұл жерде де талай игі жақсы адамдар кезгелер. Ағайлар мен апайларым болып кетті отбасым, жан жағымда бәрі досым, бәрі менің жолдасым. Айта кетсем ақпаратты бұл факультет туралы. Аударма мен тіл үйрету басты мақсат құралы. 41-дің құрылыпты қоңыр салқын күзінде, содан бері талай жасты білімді ғып шығарды. Шығыстану факультеті студенті көзімен, білдіңіздер біраз нәрсе менің айтқан сөзімнен. Бұл ортаны жылу берген алтын білім ордасын әрқашанда еске аламын.